Barşаңызға қайырлы күн. Бүгін біз өте дәмді, қамыры өте жұқа, тойымды әрі ораманан жасайтын боламыз. Бізге алдыменен қамырын илеп алу үшін ұн, су, тұз қажет. Осылай тұзды суымызды дайындап аламыз. Тұзды суымызды ерітіп, ұнымызды илеп, қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызды осылай жақсылап илеп аламыз. Сосын оны 20-30 минутқа үйі қанып тұру үшін осылай қалтаға салып қойып қоямыз 20-30 минутқа. Ішіне салмасына осылай тартылған ет қажет, пияз және бұрыш, аскөк, сұйық май, тұз, қара бұрыш және осындай қойдың құйрық майы қажет. Осыларды ұсақтап турап аламыз. Осыларды ұсақтап турап аламыз. Осы салмамызға тартылған етімізге туралған пиязымызды саламыз. Және құйрық майымызды. Және осындай бұрыштарымызды салып аламыз. Тұз, қара бұрыш. Ары қарай өздеріңіз қосқыларыңыз келген түрлі бұрыштарды қоса берсеңіздер болады. Сұйық майдан аздап құямыз. Біздің қамырымыздың осылай ұйуы қанды. Енді жұқалап жайып аламыз. Осылай өте жұқалап қамырын жайып аламыз ораманың. Оның бетіне май жағамыз осылай. Май жағылған қамырға осылай салмамызды саламыз. Әдемілеп, тегістеп салып аламыз. Қамырдың бетіне тегістеп салмаларын салып аламыз. Осылай жайлап, жақсылап орап шығамыз. Матабайтың астын майлап аламыз, жақсылап. Осылай матабайтыға салып аламыз. Осы дайын болған тестамызды 45 минутқа қайнап тұрған суға отқа қоямыз.